Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге үй жағдайында осындай жұмсақ болып пісетін, дәмі өте дәмді болып шығатын және оп-оңай дайындалатын булочканың рецептімен бөлісемін. Ол үшін менің видеомды соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Жылы су, ашытқы, тұз үшеуін салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Одан кейін үстіне қантымызды саламыз, жұмыртқамызды, шемішке майымызды және сары майымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен бір араластырып аламыз. Керек заттардың барлығын құрамын мен видеоның астына жазып кететін боламын. Одан кейін ұнымызды салып отырып, жақсылап бірінші венчиктің көмегімен, одан кейін қолымызбен жақсылап әдемілеп қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды алып, бетін жауып, 1,5 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды алып, одан кейін осылайынан мен құсап өлшеп алсаңыздар болады. Бірінші қамырдың өзін өлшеп алдым. Одан кейін оны есептеп 9 бөлікке бірдей қылып бөліп алдым. Сіздер өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Біреуі 10 немесе 12 бөлікке бөліп жатады, ал мен 9 бөлікке бөліп алдым. Бөліп алған қамырларымызды алып, осылай видеодағыдай булочканың формасын жасап, 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Тынып болған қамырларымызды алып, жақсылап, әдемілеп видеодағыдай қылып жаятын боламыз. Мұқият қараңыздар, әдейі сіздерге анық көрсін деп видеоны жақынырақ көрсетілді. Салмасына неше түрлі зат салсаңыздар болады. Мен вареный сгущенка салдым. Сіздер нутелла салсаңыздар да болады, немесе варенье, қалаған начинкаңызды сала берсеңіз болады. Одан кейін осылайынан барлық шетін жақсылап жауып шығамыз. Видеода анық көрсетіліп тұр. Одан кейін осындай роликтің көмегімен немесе пышақтың көмегімен осылайынан тілімде жасап шығамыз да видеодағыдай орайтын боламыз. Мұқият қараңыздар, ондай қиыншылығы жоқ. Оп-оңай, маңыздысы екі жағын жақсылап мықтап жабыңыздар, өйткені піскен кезде начинкамыз сыртқа ағып кетпес үшін. Дайын болған булочкамыздың үстіне бір жұмыртқаны алып, жақсылап жағып шығатын боламыз. Одан кейін қызып тұрған 180 градус пеште 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, өзіңіздің пешіңіздің градусына қарай пісірсеңіз болады. Мінекей қараңыздар, дәл осындай пышный және жұмсақ болып, әдемі болып шығады. Бұл булочканы қонақтың алдына қойсаңыздар да өте дәмді. Менің рецептім ұнаса, менің каналыма тіркеліп, маған лайк, комментарий басып кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.